Біз бір қасық қантты су бар стақанға салғанда және араластырғанда қант суда көрінетін өзгеріс тудырмай жоғалып кетеді. Бірақ біз судың дәмін көрсек, оның тәтті дәмі бар екенін байқаймыз. Қант пен судың осындай қоспасы ерітіндінің мысалы болып табылады. Ерітінді компоненттері атомдар немесе молекулалар секілді дискретті бөлшектер түрінде болатын біртекті қоспа. Заттар еріген компонент еріткіш деп аталады. Бұл жағдайда су еріткіш, ал қант еріген зат болып табылады. Ерітіндінің басқа мысалдарына сірке қышқыл мен судың қоспасы сірке суы және тасты тұз бен судағы басқа тұздардың ерітіндісі болып табылатын теңіз суы жатады. Газдар да сумен ерітінді түзе алады. Газдалған сусын судағы көмір қышқыл газының ерітіндісі. Газдалған сусынды екінші ыдысқа құйғанда еріген көмір қышқыл газының біраз бөлігі газ көпіршіктер түрінде бөлінеді.